Маңғыстауға Иран Ислам Республикасынан 75 этно-қазақ келді. Иран қазақтарының негізгі тұрағы солтүстік Қазақстан облысы болмақ. Атажұртқа келгендердің басым бөлігі облыс орталығы саналатын Петропавл қаласына қоныстанады деп жоспарланған. Бұл көші-қон процесіне айтарлықтай уақыттың қажеттілігіне байланысты қандастарымыз арнайы жатақханаға орналастырылады. Бүгін Ақтау қаласына, Маңғыстау облысына Иран Ислам Республикасынан 75 адам, 27 жанұя қандастарымыз келіп жатыр. Бұл көштің мақсаты қазір Ақтау қаласында 1-2 күн аялдап, құжаттарын ретке келтіргеннен кейін Нұр-Сұлтан қаласына аттанады. Одан ары қарай солтүстік Қазақстан облысына мына көші-қон бағдарламасы арқылы баратын отбасылар. Бұл Ақтау қаласында қазір біз жатақханаға орналастырамыз. Ол жерде барлық жағдайлар жасалған. Яғни жататын орындары, төсек орындары және де тамақпен қамтимыз. Сол 2-3 күнде құжаттарын рәсімдегеннен кейін ары қарай сапарға шығатын болады. Ресми дерекке сүйенсек, 1991 жылдан бері республикаға 1 миллионнан астам этникалық қазақтар келген. Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, 2020 жылы 13 мың адам тарихи отанына оралып, қандас мәртебесін алды. Ал 2021 жылдың бірінші жартысында көшіп келгендердің саны 5685-ті құрап отыр. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2021 жылдың 5 қаңтарында жарияланған тәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласында да осы көш мәселесіне ерекше мән берілді. Демек, бұл қандастарды елге қайтарудағы соңғы жұмыстар емес. Өте қуаныштымыз. Сіздің ыстық қабылдағаныңызға да өте ризамыз. Енді Иран Республикасына да ризашылығымызды білдіргіміз келеді. Біз деген енді аз-тоз өткенде ата-бабаларымыз көшіп барғанда жұмыс бабынан бәрі, үй бабынан бәріне қамтып, бізді деген осы дәрежеге жеткізгенімізге көп ризашылығымызды білдіреміз. Қатты қуанып тұр, қуаныштымын енді. Жас жиналып тұр көзге, онда білмей тұр, шығара алмай тұрдым да, ағаларым қатты қуаныштымын да. Сау болсын біздің патшамызды. Бізді өйсіп алыс жолдан шақырып атыр, қызмет етіп атыр бізге. Мен шақсан өзім, өз тіліммен, бала-шағам тарапымен сау болсын, таңыр жарасын айтам. Тарихқа үңіліп көз салар болса, қазақ еліне 1925 жылы Қужақ деген лақапатпен танымал болған Голощекинді кіші қазан төңкерісін ұйымдастыру үшін бірінші бас жетіп жіберді. 1930 жылдардағы Голощекиннің жасаған геноцидінде халқымыздың тең жартысы аштан қырылып, бір бөлігі аман сау қалу үшін еріксіз шетел, түрікмен, қарақалпақ, ирандасып бас сауғалап кетті. Міне сол бір қиын қыстау заманда еріксіз елмен қош айтысқандардың кейінгі ұрпағы жылдар бойы аңсаған атажұртқа қайта оралып табан тіреді. Еркін Қарасайұлы, Мұқағали Нұрдәулетов, Ақтау Ньюс. В регион прибыл авиаборт из Исламской Республики Иран. В салоне самолета 75 этнических казахов, которые волею судьбы в начале прошлого века были вынуждены покинуть родные места. Тогда, с приходом к власти коммунистов, некоторые революционеры, такие как Голощекин, спровоцировали массовые гонения казахского народа, отбирали скот своими действиями, вызвав голодомор в степи. Некоторые историки называют это не иначе как геноцидом. Теперь семьи потихоньку возвращаются на родину. После временного пребывания в регионе со всеми необходимыми условиями проживания прибывшие отправятся на постоянное место жительства в Петропавловск. Бүгін Ақтау қаласына, Маңғыстау облысына. Как вы видите, из Ирана сегодня прибыло 75 этнических казахов. Для них готово специальное общежитие. Далее, после окончания всех документальных процедур, они по программе переселения будут отправлены в Северный Казахстан.